достар, сіздермен бірге мен Мирас. Бүгін біз жаңа обновадан кейінгі Black Bass'та өзгерістер болды. Соны сіздерге көрсетіп кетейін деп осы видеоны бастап тұрмын. Яғни күн сайын видео шығады. Сондықтан уайымдамаңыздар. Егер де 50 подписчик тез жиналып қалған сәтте сағат 8-ге қарай стрим болады деп өзім болжап отырмын. Солай. Өйткені мен одобрение жібердім стрим. Сол қабылдану керек. 50 подписчик жиналған сәтте барлығын айтып ойнататын боламын. Міне Black Bass'ты көрсетіп кететін болсам, кәдімгідей өзгерістер болған. Яғни Black Bass премиум алатын болсақ, бізде 2 Black Coin береді екен, біріншісіне еще 3 Black Coin. Өте керемет өзгерістер болып жатыр. Маған осы Black Bass негізінде қатты ұнады. Өзім көріп қатты мынандай не бар екен скиннің үші. Өте керемет. Және де Jupiter дейтін жаңадан шыққан аталайт мотоцикл қосылыпты. Және де осындай өте керемет аксессуарлар мен және де мынандай рюзия қосылыпты. Және де скин қосылыпты. Барлығын көріп отыратын болсам, өте кереметше, маған қатты ұнады. Сатып алғанға келеді, бірақ мынаның рублін көріп тұрсаңыздар, қымбат. Маған болады негізінде Black Bass премиум осыны болады, бірақ қымбат екеуі де. И мен өзіме дана салып алуға болады негізінде, бірақ мен салып алғам. Өзіме керек нәрсені алғам. Маған дана керек емес. Транспорт алатын болсам, ЗАЗ алайық. Осыны қазір сатамыз. Кішкене қысқа болмасын деп осыны алайық. Сосын тағы бір алып алайық. Қаншаға өтеді дегені? 1 ай болды уже. Сабақтарыңды оқыңдар. Жайт, ана көліктерді сосын сатармыз. Мен сосын жуырда болатын обновалардағы өзгерістерді айтайын деп тұр. Жуырда өте керемет өзгерістер болайын деп жатыр. Black Bass маған қатты ұнап жатыр. Одан кейін жаңа транспорттардың қосылғанын білеміз. Одан қоса жаңа жұмыс кедергі болатын нәрселер олар. Өзің сөйлеп тұрасың, сол кезде бір құлағына емес, тек қана бір-ақ құлағына болады, наушник соғылғандықтан маған кедергі. Сіздерге де естіліп жатыр, білемін. Кешіріңіздер. Бәрі жұмыс істеп отыр ғой, қақып кетті. Былайша айтқанда керемет дәрежеге жету сіздердің және менің қолымда. Сосын қанша дана ойнатылатыны ол белгісіз деп айттым ғой. Көп, негізінде көп ойнатылады. Шамамен жуықтап айтайын, 300 рубльдің шамасына, бірақ 300 рубль солай шамасына ойнатылады. Сосын егер мен нені ала алсам, енді аталайды Audima сол бір көлікті ойнатып жіберем, BMW-ны немесе соны ойнатып жіберем. 300 рубльде ойнатылады негізінде, 300 Black Coin. Көбісі айтып жатыр ғой, әр кезде 30 Black Coin ойнатылады шығар деп. Жоқ. 300 Black Coin ойнатылады әр кезде. Мына негізінде донат қалынған не? Менде еще слот бар. Жаңа көрдіңіздер ғой, өздеріңіз. Слот бар. Мен 2 слот бар. Сейчас. Var. Bay 827 2500. 2500 теңге. Өзі сұрады, бірақ қанша екенін айтқан жоқ. Бірақ 2500 теңге бердім. Скутерге сұрайды. Көбісі скутерге сұрайды. Масек уже полицияның көлігін көрсем баршы, жының келеді. Қанша рет уже демограмға кіріп кетесің ғой. Кәдімгі тіпті 5 причинада тықпайды ғой, алады. Полицияға айтасың, мен апарып тұршы, пожалуйста дейсің. Довези дейсің, сосын алады да саған 2 жұлдыз береді, сосын алады да сені тықпайды ғой түрмеге. Сол кезде ашуланып кетесің ғой.
қанша минут дейсің ғой, 30 минут, 1 сағатмыш. Ашуланып кетесің ғой. Так. Сосын мен кейбір видеоларда деп кететінім бар ше. Ол негізіне өмірде де сондай адаммын мен, негізі әңгімелегенде сондай былайша айтқанда. Сосын осы видео осылай қысқа болмасын деп енді ұзақ қылып әңгіме айтып бітірейін деп отырмын. Енді сағат 8-ге қарай немесе 7-ге қарай видео мен күтіңіздер. Стрим болады. Мен заявка қалдырдым, егер қабылданса сол уақытқа қарай деп отырмын негізінде. Есептеп отырмын өзімде. Сау болыңыздар, сіздермен бірге мен болған Мирас. Каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сосын жаңа айтқандай 300 рубльдің шамасына қарай ойнатылады. Мен аз сома ойнататындай адам емеспін ғой. Көп сома ойнатылады, сондықтан ойнамаңыздар.